Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Мен сіздермен бүгін анам үйреткен тәтті күлшелер мен шұжық нанның рецебін бөліскім келіп отыр. Ұнап жатса лайк басып қолдай кетіңіздер. Үйде бір пиала сүтке 200 грамм ыстық бокал су құйып, кішкене сары май салдым 50 грамм, 2 ас қасық қант салдым, көз мөлшермен тұз салдым, жұмыртқаның ағын салып, сарысын бетіне алып қалдым. Содан жұмсақ қамыр елейміз. 30 минутқа тұндырып қоямын. Енді мен сіздерге шұжық нанның кереметтілігін айтып кетейін. Бізде ғалымдардың зерттеуі бойынша шетелдіктерде әйел кісілер туберкулез ауруымен өте көп ауырады екен. Ал Қазақстанда мүлдем әйел заты туберкулезбен ауырмайды екен. Кем екен, ауырған жағдайда да кем екен. Бұны қалай зерттеген кезде қазақтар ішмайды көбірек қолданады екенбіз біздер. Сонда өкпе майланып тұрады екен. Ал шетелдіктерде көбіне қарасаңыздар диета дейді, азанда соқ бірдеңе іше салады, біз сияқты майлы тамақтар жемейді, диета деп. Содан әйел кісілерде туберкулез ауру көп болады екен. Ал бізде, Құдайға шүкір, Қазақстанда әйел кісілер туберкулезбен мүлдем ауырмайды екен. Бұның себебі осы ішмайда екен. Ішмай кереметтілігі өте жақсы. Егер балдар жөтеліп жатса, бір стакан сүтке ешкінің таза ішмайын күйдіріп, бір чайный ложка араластырып берсеңіздер, бір апта қолданып, жөтелі таппа қояды екен. Шұжық нанның кереметтілігі осы. Шұжық нан үйде көбірек істейміз. Ер кісілер жақсы көреді, балдар жақсы көреді. Енді күлшелеріміз зуалап, кішкене 15 минутқа тұндырып қойдым. Енді бетін жақсылап сәндеп, жұмыртқасын жағып, 180 градустағы 30-35 минутқа пісіріп аламын. Каналым ұнап жатса қолдай кетіңіздер. Сіздермен бұдан да керемет рецептермен бөліскім келеді.